Келесі мысал. Масса 100 грамм, температурасы 20 градус кесеге масса 200 грамм қайнаған су құйды. Осыдан кейін кеседе 93 градус температура болды. Кесенің меншікті жылу сыйымдылығын табыңыз. Суретке қарайық. Мына біздің кесе температурасы 20 градус екен. Массасы 100 грамм. Мына құйылып жатқан біздің қайнаған суымыз 100 градус. Қайнау температурасы судікі. Температура, так, масса 200 грамм екен. Яғни ол араласқаннан кейін тепе-теңдік күйге келгенде оның температурасы су кесе екеуі бір уақыттан кейін тәтті 93 болған. Осы есептейік. Берілгені масса 100 грамм, екінші масса бізде 200 грамм. Бірінші температура 20 градус, екінші қайнаған деген ол 100 градус. Судың жылу сыйымдылығы, меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль килограмм градус. Бұны кестеден аласыңдар, кітаптың артынан. Қоспаның температурасы 93 градус. Табу керек кесенің жылу сыйымдылығын, меншікті жылу сыйымдылығын. ХБЖ. 100 грамм ол 1000-ға бөлеміз 0,1 килограмм, 200 бөлеміз 0,2 килограмм. Талдау. Бізде Т2 жоғары Т1-ден. Яғни ыстық температура Т2. Соны бірінші жазамыз, екінші нөмірі С2, М2. Әр уақытта ыстықты бірінші жазамыз. Т1, С1, М1, Т2 минус Т1. Енді осыдан С1 табу үшін мына жер көбейту ғой, осының барлығы көбейту мына жаққа бөлу болып барады. С1 тең болады С2, М2, Т2 минус Т1 бөлінген М1, Т1, Т1. Осы біздің формула болады. Сандық мәндерін қоямыз да есептейміз. Шешуі. Сонда бізде С1 дегеніміз тең болады. Так, С2 бізде 4200, масса 0,2 килограмм, 100 градус, азайтамыз 93 градус. Бізде мына 0,1 килограмм, 93 азайтамыз 20 градус. Сонда есептегенде 805 джоуль килограмм градус шығады жауабы. Келесі есеп. Сыйымдылығы 300 литр ваннада 5 градус салқын суды 71 градус ыстық сумен араластырады. Температурасы 35 болу үшін судың әрқайсысын қандай көлемде алу керек? Берілген жаздық. Жалпы көлем бар 300 литр. Т1, Т2 орныққан температура Т бар 35, тауыр В1, В2. ХБЖ айналдырамыз. 300 литрді 1000-ға бөлеміз. 0,3 метр куб. Талдау. Бізде В деген ваннаның көлемі. Ол ыстық пен салқынның қосындысына тең. Ал тепе-теңдік теңдеуін қолданатын болса, жылу тепе-теңдік теңдеуін. Бізде Т2 жоғары Т1-ден, сол себепті екіншіні бірінші жазамыз, екінші нөмірлер С1, М1, Т2 минус Т1, С1, М1, Т1 минус Т1. Бізде С-лар тең екеуі су ғой, ыстық салқын. С-лар қысартып тастаймыз. Сонда бізде М2 Т1, М1, Т1 минус Т1 болады. М дегеніміз ол тығыздық көбейту көлем. Яғни М2 деген ро көбейту В2, ро деген судың тығыздығы, ыстық салқын судың тығыздықтары бірдей. М1 деген ро В1. Соны орнына қоямыз. Сонда ро В2 Т1 минус Т1, ро В1 Т1 минус Т1. Екі жағын роға бөліп жібереміз. Сонда бізде сызып тастайық роларды. Сонда бізде В2 Т2 минус Т1, В1 Т1 минус Т1 қалады. Енді қараңыздар. Бізде бір теңдеу бар, екінші теңдеу бар. Осыны жүйеге алып шығарамыз. Ыңғайлы болу үшін мұнда жазып қойдым жүйеге алып. Осыдан қорытып аламыз. Сандық мәндерін қойайық. В2 бізде В2 71 минус 35, В1 35 минус 5 градус. Екі көлем қосқанда бізде 0,3 метр куб шықты. Осыдан алмастыру тәсілімен В2 ол бізде 0,3 азайту В1 болады. Яғни мынаны мынаяққа қосу азайту болып барды. 71-ден 35 азайтамыз. Бізде 36 көбейту В2 болады. Мұнда 30 көбейту В1 болады. Екі жағын 6-ға бөлейік. Сонда бізде 6 В2, 5 В1 болады.
Енді жаңа алмастыруына 0,3 азайту v1-ді мұнда қоямыз. Сонда бізде 6 жақшада 0,3 минус v1 тең болады 5 v1. Жақшаны ашамыз, мұнда кезек-кезек көбейтеміз. 1,8 минус 6 v1 5 v1. Минус мына жаққа плюс болып барады. Сонда 5 v1 қосу 6 v1. 1,8 11 көбейту v1. Бұдан бізде v1 1,8 бөлеміз 11. Бұл бізде 0,163 6 жоқтағандағы метр куб. Литр айналдырғанда 163,6 литр. V2-ні табу үшін 300 литрден азайтамыз 163,6 литр. Барлығы 300 ғой. Сонда бізде 136-да 4 литр. Мұнда нақты шықпай жоқтап жердік. Сонда біздің жауабымыз салқын су, ыстық су.